Армысыздар, бұл полиция KZ бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Шұғыла Тұрлыбек. Бүгін көретіндеріңіз. Медицина қызметкерлері 100-ден астам ақтаулыққа жалған вакцина паспорттарын сатқан. Алматы облысының полицейлері мал ұрыларын ұстады. Елордалық полицейлер учаске жедел алдын алу іс-шарасын өткізуде. Маңғыстау облысында полицейлер жалған вакцина паспорттарын жасаған күдіктілерді анықтады. Облыстың криминалдық полициясына COVID-19-ға қарсы жасанды вакцинация паспорттарын алған 6 ақтаулық тұрғын туралы ақпарат келіп түсті. Азаматтардың әрқайсысы жасанды құжат үшін 30 мыңнан 40 мың теңгеге дейін төлеген. Тексеру барысында тергеушілер аталмыш құжаттарды қаланың медициналық мекемелерінің қызметкерлері дайындағанын анықтады. Помещение без санкций судей, с участием понятых. Полицейлер медицина қызметкерлерінің жұмыс орындарына тінту жүргізді. Олар қылмыстың заттай дәлелдерін, буклеттерді, ұялы телефондарды, жүйелік блоктарды және жат карталарын тәркіледі. Аталған жалған паспорт жасап беру үшін қызмет ақыңыз қанша, әр паспорт үшін қандай көлемде ақша сұрап алып отырдыңыздар? 15 мың. Бір адамға вакцина паспорт жасау үшін да? Ол әлде бір салғандығы үшін ба, әлде? Бір салған үшін. Екі салған үшін 30 мың да. Іздеу жұмыстары барысында тәртіп сақшылары 6 медицина қызметкері мен делдалдарды анықтады. Олар COVID-19 вакцинациясы туралы мәліметтерді электрондық дерекқорға енгізіп, екпе алмаған адамдарды алды деп көрсеткен. Күдіктілер жұмыс орнында ұсталды. Қылмыстық іс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 385 бабының 1 бөлігі құжаттарды қолдан жасау, жасанды құжаттарды дайындау немесе өткізу бойынша тіркелді. Олардың 100-ден астам азаматқа вакцинациялау процедурасын өтпестен қызмет көрсеткендігі анықталды. Делдалдардың әрқайсысы өзіне 5 мың 10 мың теңгеден қалдырып, ал одан әрі олардың негізгі бөлігі дәрігерлерге жолдан отырған. Тергеу қазір бұл схема қай уақыттан бері жұмыс істеп жатқанын, тағы да қанша адам вакцинация паспортын жалған жолмен алғанын және өзге де тұлғалардың бұл қылмысқа қатыстылығын тексеруде. Ұсталған дәрігерлер мен медбикелер жалған медициналық құжаттарды жасағанын мойындады. Олар электронды базаға вакцинация алмаған 100-ден астам адамның мәліметтерін енгізген. Аталған іс бойынша сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Паспорт вакцинации на какую сумму вообще изготовили? Они сначала делали по 15 тысяч, сейчас подняли 2 за 50. Ваши действия какие? Помочь людям. Маңғыстау облысында COVID-19-ға қарсы вакцинациялаудың жалған паспорттарын жасаудың, сондай-ақ ПТР тесттердің теріс нәтижелері туралы жалған анықтамаларды дайындаудың 8 фактісі тіркелді. Жыл басынан бері көліктегі полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлері 280 есірткі құқық бұзушылығын анықтады. Биыл көлік полицейлері заңсыз айналымнан 104 килограмм есірткі заттарын, оның ішінде 3 килограммнан астам синтетикалық есірткіні тәркіледі. Шу станциясының теміржол вокзалында Қарасора жедел профилактикалық іс-шарасын өткізу кезінде полицейлер Алматы облысының тұрғынын ұстады. Жеке тексеру барысында одан өсімдік тектес зат тәркіленді. Продолжается видеосъемка. Протокол изъятия смывок с обеих ладоней. Сараптама нәтижесі бұл азаматтың салмағы 2 килограммға жуық кептірілген марихуананы өзімен бірге алып жүргенін көрсетті. Сотқа дейінгі тергеу аса ірі мөлшерде есірткі заттарын сақтау бабы бойынша басталды. Алматы облысы Жамбыл аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне 4 ірі қара малдың ұрланғандығы туралы арыз түсті. Малды Айдарлы ауылының тұрғынынан алып кеткен. Келтірілген шығын сомасы миллион теңгеден асты. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188-1 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В результате комплекса произведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКП Департамента полиции Алматинской области задержаны 3 уроженцев Жамбылской области.
Тәртіп сақшылары Іле ауданы Байсерке кентінде ұсталғандардың бірінен 3 малды тапты. Сондай-ақ күдіктілер бір бұқаны сойып, Алматы базарында сатқанын мойындады. Ұсталғандардың 3-еуі де қазір уақытша ұстау изоляторында. Олардың басқа да ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Қыркүйек айының басынан бастап жыл соңына дейін бүкіл ел бойынша полицейлер учаске жедел алдын алу іс-шарасын өткізуде. Мақсаты инспекторлардың өз учаскесінің тұрғындарымен танысуы, олармен байланыс орнатуы. Учаскелік полиция инспекторлары тұрғындардың үйлері мен пәтерлеріне барып, оларды алаңдататын мәселелермен танысады. Сондай-ақ есепте тұрған азаматтарды тексереді. Здравствуйте. Можно, да? Да. С сентября до 1 декабря идет ОПМ участок. Поэтому каждый участковый проверяет административный участок, обход каждый день будем проверять. Ну а так как вы состоите на учете у нас по категории УДО, поэтому, пожалуйста. Жалға берілетін пәтерлер, шетелдіктер, қару-жарағы бар азаматтар да учаскелік инспекторлардың назарында. Включите сигнализацию. Все отключите. Сегіз күн ішінде инспекторлар 8,5 мыңға жуық пәтер мен 1,5 мыңға жуық жеке үйді аралады. Тұрғылықты жері бойынша полиция бөлімшесінде есепте тұрған 2 мыңға жуық адам, сондай-ақ мыңға жуық азаматтық қару иелері тексерілді. Нұр-Сұлтанда жалға берілетін 250 пәтер анықталды. Олар туралы ақпарат қаланың мемлекеттік кірістер департаментіне жолданды. Жалпы операция басталғаннан бері 2,5 мыңнан астам құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ассалаумалейкум. Құдайберген Арыновтың әкімшілік аумағында 27 үй және 2 базар бар. Бұл ауданда 3,5 мың адам тұрады. Мен осы районда, осы 46-шы үйде 20 жыл тұрам. Біздің участковымыз Құдайберген Серік ұлы. Күні демейміз, түн демейміз, сол кісіге бір проблемамыз болса, қоңырау соғамыз. Міне, мыңдан рахмет о кісіге. Ешқашан бұлай нетіп көрген жоқ. Жүріп келіп біздің проблемамызды решать етеді. Дәйба, осындай адамдар, осындай участковыйлар көп болса ғой деп тілеймін мен. Учаскелік инспекторлар учаске жедел алдын алу іс-шарасы барысында жергілікті және атқарушы органдармен, жұртшылық өкілдерімен, тұрғындармен кездесулер өткізеді. Бұл кездесулерде қауіпсіздік пен құқықтық тәртіптің проблемалық мәселелерін анықтап, оларды шешу жолдарын іздейді. Бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.